Әрбір өріс 3 элемент арқылы сипатталады. Бірінші өріс аты кестеде қайталанбауы тиіс. Екінші мәліметтер типі өрістегі мәліметтер типін білдіреді. Әрбір өрісте, яғни жазбада жазылған мәліметіміз қандай типте жасалып отырғандығын көреміз. Үшінші описание, яғни сипаттама. Өріс қызметіне түсініктеме беріп өту. Енді осы жерде біз аксестің ішінде 8 түрлі мәліметтер типі пайдаланылады. Әрқайсына тоқталайық. Типті анықтау үшін төмен қарап тұрған сызықты бір рет шерткен кезде бізде мәліметтер типі пайда болады. Ең бірінші мәлімет типі бұл мәтіндік. Екі түрі көрсеткен: короткий текст және длинный текст, яғни қысқа мәтін және ұзақ мәтін. Қысқа мәтін 255 символға дейін жазылады, ал ұзақ мәтін 255 символдан үлкен мәліметтерді жазуға арналған. Келесі бізде числовой, яғни сандық. Сандық деп отырғанымыз сандық мәліметтерді сақтау үшін қажет. Осы типтегі өрістің көлемін бірнеше нұсқалардан таңдауға болады. Яғни мына жерден белгілеу арқылы байт түрінде, целое, длинное целое, бүтін сандар, яғни -32.768 мен 32.767 аралығындағы сандарды, көп разрядты бүтін сандарды, сонымен қатар жылжымалы нүктелі сандарды да алуға болады. Нақты сандар енгізілетін өріс үшін санның бөлшегінің көлемі де берілуі тиіс. Яғни бұл сандық типпен жұмыс жасауға арналған. Келесі бізде дата и время, яғни дата және уақыт. Бұл жерде де біз типтерін анықтай аламыз. Яғни толық форматта, ұзақ форматта, яғни толық форматта дегенде күні, айы, жылы және сағаты, минуты, секунды, ал ұзақ форматта, яғни күн, айды толық жазып, жылды көрсететін болады. Орташа форматта бұл жерде, яғни күнін және айды қысқаша түрде, жылды беретін болады. Ал қысқаша форматта барлығы цифрмен қысқаша түрде көрсетіледі. Сонымен қатар ұзақ формат, уақыттың ұзақ форматы, яғни бұл жерде сағат, минут және секунд беріледі. Ал орташа форматта минут пен секунд қана беріледі. Қысқаша форматта секундтар берілетін болады. Осылай өзімізге қажетті форматты таңдай аламыз. Келесі бізде ақшалай. Яғни ақшалай көрсетілген информацияларды енгізу үшін қажет. Жалпы оларды сандық типтегі өріске де енгізуге болады. Дегенмен осы типте жұмыс істеу ыңғайлы. Яғни біз ақшалайға кірген кезде евро, фиксированный, экспоненциалды сандармен де жұмыс жасай аламыз. Келесі бізде счетчик, санауыш, яғни бұл жазбалар реттік нөмірін анықтау үшін қолданылады. Автоматты түрде бірден бастап жазбаларды қайталанбайтын осы өріс мәні арқылы анықтап отыруы қажет. Яғни автоматты түрде қай жазбаға дейін жүресіз, өзі санап отыратын болады. Санауыштың тағы бір артықшылығы бұл өріс мәндерін теруге, өзгертуге болмайды. Келесі бізде логический, яғни логикалық қызметтерді жоқ, 0 және 1, мына жерде түрлерін көруімізге болады. Ақиқат, жалған, жоқ, қосу, өшіру сияқты әртүрлі батырмаларды таңдау арқылы жұмыс жасауымыз үшін қажет. Оле объектісі. Бұл объектінің қызметі Windows қолданбалы программаларынан алынған Оле технологиясын сүйемелдейтін құжаттарды, кестелерді, графиктерді және басқа объектілерді сақтау үшін қолданылады. Оның мәндерінің жазылу түрі
өріс форматындағы мәліметтер тізімінен таңдап алынады. Қай формат таңдалса да өріс жалаушалармен кескінделеді. Жалаушаны тышқанмен шертіп «иә» мәні белгісін орнату арқылы, ал «жоқ» мәні өрісті бос қалдырылу арқылы енгізілетін болады.